көрдік. Жалпы біз екіге кеткеннен кейін еркек басымен Қайырлы кеш оқырман. Күтпеген жағдай Шерхан болса Айгүлге үміткер болып келді. Бір жағына масқара десек, екінші жағынан мүмкін дұрыс шешімде шығар. Ешкім күтпеген үміткер болғаны анық. Бәрі аң-таң, Айгүлдің өзі бір шокта болғандай. Шерхан танысуға дайынмын, ажырасу процесінде екенін айтты. Көп қатысушылар бақыт тілеп емес, Айгүлді обал болады дегендері көп. Біреуі қайта ботамен түбінде қосыласын дегендер де бар. Сіз қалай ойлайсыз, Шерхан не үшін эфирге келді? Шерханның айтқаны, мен ақ ботаның пікірін білмеймін. Ашулана ма, мүмкін жақсы қарай ма? Біздің ара қатынаста болмағанымызға ұзақ уақыт болды. Қаншама уақыт ойландық, соңғы шешім ажырасу, екі жақты келіскен болатынбыз. Мінезіміз мүлдем келмей. Бала үшін көргім келді, бірақ болмады. Өзім көп уақыт депрессияда болды. Көрерменнің алдында құрған ара қатынас өте қиын. Ал ақботадан депрессия дегенді көрмедім, деді Шерхан. Өзінің парақшасында да жазып қойған екен. Сіздер күткен жоқсыздар, білем. Бірақ осы уақытқа дейін ойланған. Көрген түйгеніміз жетеді. Енді ақырын алға әрекет қозғалыс керек. Өмір жалғасады деп жазып қойыпты. Таныстық жалғасты Айгүл мен Шерханның. Ал ақбота мен Шерханды қосқысы келетін адамы көп болғанымен, ажырасуға өздері шешім қабылдады. Ал пікір қандай? Ақбота көкбеттеп ақботаны ғана кінәлап жатқандар, Шерханда да кінә бар. Екеуі жұп болып жүргенде бірнеше рет айырылысып қосылды. Басты себебі сол кезде Шерханның қол көтеруінен болған. Оған дейін Аринаға қол көтеру болды деп. Кейін мүлдем таныспай қойған Шерханмен. Бір рет болған жағдай тағы болады деп. Ер адам жалғыз қалса, енді кімді алам, әйел адам жалғыз қалса. Балаларымды қалай өсірем деп ойлайды деген осы. Шерхан тыныш 2-3 жыл жүру керек еді, әлі жас. Ақботаға тағы осылайық демесе де. Әр адам бақытты болуға лайықты. Халқым, өздерің өмірде қателік жасамайтындай керім болмай отырыңдаршы, өтініш сіздерден. Неге? Ақботаның мінезі Айгүлге ұқсайды, мінездері жаман ғой. Шерхан мінезді қыздарды жақсы көреді екен ше. Неліктен бәрі Шерханға шабуыл жасайды, ботаның өзі де кінәлі. Сіз Шерхан ботамен татуласқысы келмеді деп ойлайсыз ба? Ол кешірім сұрады. Тек бота тәкаппар. Әркім бақытты бола алады, ешкімді айыптаудың қажеті жоқ. Біз барлық шындықты білмейміз, дейді көрермен.